Клара Қабылғазина. Шарасыз. Алла тағала бұл дүниеге келтіріп, адам етіп жаратқан соң, маңдайға біткен жолдың бақпа, әлде сорма, әйтеуір біреумен өмір кешеді. Бірақ неге сол сор деген көбірек жабысып, бақ дегеннің ойқастаңқырап қашып, бейшара сормаңдайлар, бақытсыздар қатары молаяды екен? Сол сұрақтарға жауап таба алмаған сайын, осынау бір оқиға көз алдыма келе беретін еді. Мына бір қаршадай баланың маңдайына біткен сордың бір себебі арақ. Мөлдіреген қапқара тұнық көздерінен үнемі мұң табы сезіліп тұратын. Нәп-нәзік, апарық күнәсіз сәбидің көзқарасына тап келіп қалған сайын, жерге қарап өтем. Мұңдысынай, қасіреттің, қайғының тап емес, балалықтың шаттығы, қуанышы, еркелігі сезіліп тұруға тиісті жанарға түскен көлеңке, сол бал дәуреннің белгілерін қалқалап, көлегейлеп көрсетпей тұрғандай. Осы бір арақ дегенді кім ойлап тапты екен? Сол бәлекет болмаса қарным ашпас еді. Менің шешемде ана Арманның, Айдостың ата-аналарындай әйбат кісі болып, мен де сол балалар ұқсап қарным тоқ болып, таза киініп, алаңсыз ойнап жүрмес пе едім деген ойларды ойлап, сәби жүрек өзінше қиналатын, өзінше сан тарау сұраққа жауап іздеп сарсылатын. Осы текте сауалды тосыннан маған қойғанда қатты тосылып қалғам. Әдеттегідей күнделікті жұмысқа бет алған едім. Санаммен сәбиді іздеп келе жатқам. Алдымнан шыға келді. «Сәлеметсіз бе, тәте?» деді. Мұң күреукілеген көздері жасаурай. «Сәлемет пе қалқам, ойнауға шықтың ба?» дедім сөз ретін таба алмай. «Айтыңызшы, менің мамам неге арақ ішеді, ал сіз неге ішпейсіз?» «Арақ деген жаман нәрсе, содан кейін ішпеймін. Ал мамаң жайына келсек, оның өзінен сұрау керек болар», дедім күмілжіп. «Маған ішпейтін мама тауып бересіз бе?» «Япырмай, мама деген біреу-ақ болады. Кез келген адам ана бола алмайды дегенді қалай түсіндірем деп дал болдым. Сәби санасында сондай үлкендерге тән ой жүреді деп ойламаппын. Ішкілік дегенді кім ойлап тапқан бәлекет екеніне, адамдардың соған не үшін құмартатынына шынымен-ақ жауап таба алмадым. Бұл баланың көзін ашып көргені, шешесінің ащы суды ішіп алып әлдекімдермен керілдесіп жатқаны, немесе өздер сияқты бір топ адамды жинап айғайласып, ауыздарына келгенін айтысып, орнысыз ыржаңдап, я болмаса бір-бірлерінің кеңірдектеріне жармасып жүргендері. Солармен таласып тармасып бірдеңені ішіп жеген бала, босаған шөлмектерді солдат қып ойнаған дәретке айналдырған. Ол өзінің кішкентай нәресте кезінде анасының онша ішкілікке салына қоймағанын, күйеуі тастап кеткенше әжептәуір әйел болғанын, өмір деген алып теңіздің толқынына қарсы тұра алмай, бос белбеу, ынжық мінезді анасының осындай күйге душар болғанынан хабарсыз болатын. Бұл ащы судың не сиқыры барын нәресте сәби біле алмайтын. Әйтеуір соны ұрттамаса, бұны жазықсыз ұрып соғып, әйтпесе ұрсып алатын анасы, бірер стаканды ұрттап жіберген соң керемет, тамаша, жайдары мінезді адам болып шыға келетініне қайран қалады. Оның ащы су екенін ана бір жол татып көргені бар. Отырған ағалардың бірі: «Өй, атың кім еді? Кел, ағалардың мынандай ащы нәрсені ішетінін көр. Еще соны іштің деп балалары ұрсатынын қайтесің? Мә, татып көр» деп мәлікке ұрттатып жіберген еді. Бұл сонда қақалып шашалып, көзінен жас ағып, тұншыға жөтелген болатын. Олар оған қарқылдап күліп: «Әне, көрдің бе? Бірақ кейін үйреніп кетесің. Зәмзәм суы деген осы шығар деп ойлайсың. Бұнсыз тұра алмайтын халге жетесің біз сияқты» деген еді мәз-мейрам болып. Ағалар айтқандай кейін ішерін ішпесін бір Алла білер. Бірақ дәл қазіргі уақытта оның ащы суға тәбет тартар емес. Сәби жүрегі күндерді екіге бөліп үйренген. Жақсы күндер немесе жаман күндер. Жақсы күндер дегені анасының үйде отырып бөтелкелердің түбінде қалған бірдеңелерді ішіп, басын қабағын жазып алған соң, оны пұныдан тамақ пісіріп беретін күні. Ал жаман күндер, ой-бой, оның бетін Құдай әрі қылсын. Мамасы дала безіп кетіп, ішіп-ішіп үйге қайта алмай, жолда құлап жататын күндері. Ондай кездері Мәліктің басына қара күн туды дей бер. Құлап жатқан шешесінің басына отырып алып жалынады, жылайды: «Мама, мама, жүрші, үйге барайық, үйде ұйықтайықшы, мама. Мен қорқамын, мені біреу алып кетеді ғой, тұршы». Ал оның тұрмақ түгілі көзін ашып, кірпігін қимылдатар шамасы жоқ. Аздан кейін жылап-жылап, көз жасы таусылған соң, жұлқылап сүйремекші болады. Бірақ 7 жасар баланың шамасы неменеге жетсін?
Алматының ақ жаңбыры бірнеше күн бойы сіркіреп тыйылған болатын. Шалшық суларды ертемен тұрасап кешіп ойнап жүрген Мәлікті тағы кездестірдім. «Неғып ерте тұрдың, ұйықтамадың ба?» дедім. «Ұйқым келмейді, үйге де барғым келмейді». «Сұмдық-ай, қаршадай сәбидің көзінің айналасына да әжім түседі екен-ау». Талайдан бері күтім көрмеген баланың үстінен күлімсі иіс шығады. Жүрегім шым ете қалды. Осы жақын күндері бұл баланы күштеп болса да балалар үйіне тапсыруға кіріспесек болмас деген ой ұшқыны тағы да жалт етті. Анау топ-топ болып жүрген балаларға да қосыла алмайды бұл. Мәлік балаларға жақындасақ болды, олар бұдан қаша жөнеледі. Тіпті болмаса келе-келеп «Алқаш, Алқаштың ішкіштің баласы» деп бірігіп айқайласады. Шарасыздықтан отырып бұл ұйықтап кетеді. Есі кіріп етегін жабуға шамасы келсе, анасы тұрып, тәлтіректеп үйге бет алады. Шамасы келмесе, сол жатқаны мол жатады. Өткен кеткендердің бірі балағаттап, біреуі теуіп те кетеді. Әйтеуір мұның ұғымынша Мәлікті емес, мамасын кінәлайды. «Өй, ұятсыз неме» деп теппек болып аяғын көтере берген бөгдағаның аяғына жабысып ұстай алғаны бар бірде. Есесіне таяқ мұның өзіне тиді. Ұзақ жылады, егіліп жылады. Не себепті анасы екеуінің осындай күйге түскендерін ұға алмай дал болды. Бөгде біреуден жеген таяғын емес-ау, сәби жүрек тағдырдың таяғының ашлығына жылады. Қарны да ашып, бір ыстық тамақ жегісі келді. Көршілері Арманның шешесі бір жақсы тәтей. Анада 2-3 рет бұны шақырып алып маңдайынан сипап, «Айналайын-ай, сенің жазығың жоқ қой. Ана Құдай атқан Айжан ғой жазықты. Сені мәпелеп өсіріп тапқан таянғанын арақ емес, саған арнап отырса ғой. Сені сорлатпас еді-ау» деп біраз ұрсып алып, Мәлікті жақсылап тамақтандырған болатын. Сол күнгі тамақтың дәмі аузына келіп, езуінен сілекей ағып кетті. Айтқандай, үлкен қара сөмкесі бар, жиі келіп жүретін кеше көрші подъезге кірген сол апа келсе, бір жақсылықтың боларын сезеді. Ол ақша береді, яғни жақсы күндердің бірі. Ондай сәттер бір мереке бұлар үшін. Мамасының сөзімен айтқанда, сенің өлген әкең о дүниеден ақша салып қояды анда-санда. Екеуі базарға барады ол күні. Бұның сұрағанын әпереді мамасы. Әрине, Мәлік тәтті сұрайды, ойыншық сұрайды. Бірақ бір рет қана аяғымдағы сандалым тесіліп қалды. Жүгірсем тас кіреді деп айтқан есінде. Сөйтіп ес білгелі бірінші рет өзі болып киім алдырған. Егер ол жақсы күні мамасы базарға сау барса, үйге біраз тамақтар, заттар алады. Соңында әрине, бір-екі шөлмек алуды ешқашан ұмытпайды. «Алмаш, мама, оны алмашы» деп бір рет қолына жармасып еді, Мәлік шапалақ жеп қалғанды. Содан бері қарсылық жасамайды. Бәрібір алғысы келсе алады ғой, ешкімді де тыңдамайды. Алса алсын, тек үйге барып ішіп, ұйықтап қалса екен. Ең басты тілегі ешкім келмесе екен. Әйтпесе ана жол қозын сараға қасындағы кісімен айғайласып қалып, ақыры оған лақтырған шөлмек Армандардыкіндей түрлі түсті болмаса да әйбат көрсетіп тұрған телевизорды быт-шыт қылды. Содан бері не мультик, не соғыс көре алмаған ол, іші пысқан соң айналып келіп сол шөлмектермен ойнайтын. Өмір осылай өтіп, тірі адамдар тіршілігі созыла берер ме еді, егер осынау бір оқиға дүниені дүр сілкіндірмегенде. Ертемен кеткен анасы күні бойы үйгіре алмаған соң, Мәлік оны іздеп көшеге шыққан болатын. Үйге жақын маңайдағы базарда жиналатын еді әдетте мамасының жолдастары. Сол арада бірігіп ақша жинап, арзан арақ сатып алып ішетін. Ол арадан ешкімді таба алмады. Қайтып келе жатып, жол айырығында құлап жатқан әйелді көріп солай бұрылды. Мамасының киімдеріне де ұқсайды киімдері. Жылдан барып жол шетіне шығармаса машина басады. Әне, бір иномарка ағызып келеді. Оны жүргізетіндердің бәрі де ақшалары көп блатной ағалар. Олар басып кете береді. Өйткені олар ешкімнен қорықпайды. Мамасының түсіндіруі бойынша ақшасы көп адамдар ештеңеден қорықпайды. Тұра ұмтылып, санасында тек басадау деген ой болған. Жолға жүгіріп шыққан ол, өзінің тоқтатып үлгермеген машинасына қалай бүктетіле құлап түскендігін аңдауға шамасы келмеді. Баланың қай жақтан жүгіріп шыққанын, қалай жүгіріп шыққанын байқамай қалған машина иесі басын қос қолдап уыстаған күйі отырып қалды. Жиналған жұрт баланы танып, анадайда мас болып құлап жатқан Айжанды көріп, істің мән-жайын айтпай-ақ ұққандай. Баланың өлі денесін жедел жәрдем алып кеткенде, түрелік болып жатқан анасының денесін милиция машинасы алып кетті. Шарасыз нәресте-ай,
Қатыгез тағдырдың құрбаны болдың ау деп, баяғы Арманның мамасы көзіне жас алды. Ана бір жылы орыс қазағы басқасы бар балалар үйіне бермек болып еді осы баланы. Сонда арақ ішуді қоямын, баламды өзім бағып қағамын деп уәде беріп, Айжанның бермей қойған есіне түсті. Одан кейін аумалы төкпелі заман басталып кетті. Кімнің өміріне кім көңіл бөлді дейсің? Сөйтіп, Мәліктің тағдыры да қарбалас тірліктің тасасында қалып қойған еді. Сол оқиғадан бері көкірегімде тұнып қалған мұңды аластай алмадым. Көз алдымда шарасыз, өмірдің дауылына қарсы тұратын қауқары жоқ сәби, еш жазығы жоқ, бірақ өмір сүруге құқы бар сарауыз балапан мәңгі бақи тұрып қалғандай. Өмір ме, тағдыр ма, ішкі шана ма, қол ұшын беруге жарамаған айналадағы адамдар, біздер ме, түрелік әке ме, әйтеуір кінәліні ұстай алмадым. Кінәнің бір ұшын артып қояр мектепте бар екен ау. Күзде 1-ші класқа оқуға Мәлікте барған еді. Айжанды әжептәуір киіндіріп, ұлын жетектеп апаруын апарғанды. 2-3 айдан кейін мектепте оны оқытудан бас тартты. Жүйелі тәрбие көрмеген, арнайы дайындықтан өтпеген бала, әрине, басқаларға қарағанда ақыл ойының өзгелерден кем көрінуі, өмірден қалыс қалуы шындық еді. Оның үстіне күнделікті мектепте күтіп, мәпелеп апарар ана болмаған соң, бақыламағаннан кейін ұзақ уақыт сабаққа келмеген баланы шығарып тастағанды. Мәселені оңай шешудің жолы құтылу болып шыққан ғой. Әй Айжан, Айжан, қол-аяғы сап-сау сүп-сүйкімді сәбиден айырылып қалдың ау. Ертең-ақ азамат болып шығар ма еді? Шіркін-ай, деп Арманның шешесі есіне түскен сайын күрсініп қояды. Ал Айжан болса, сылтаудың жаңа түрі табылғанына бір жағынан қуанғандай сыңай танытып, ішуін үдете түскен. Бірақ қап-қара көмірдей шашының арасын аралаған, тарау-тарау ақ шаш іштен жеген күйік таңғартқандай. Қалай болса да, не десек те ана ғой. Клара Қабылғазина. Оқыған Сұңғат Ғазиз.